Баршаңызға сәлем. Менің каналыма жазып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Бүгін біз бір ғана жұмыртқадан жасалатын кекстің қарапайым рецебінен пісіретін боламыз. Ол үшін бір жұмыртқамызды салып алып, оның үстіне шым-шым тұзымызды салып, және де қантымызды салып, және де жарты чай қасық ванилин саламыз. Сосын жақсылап әбден араластырып аламыз. Жасалу өте қарапайым, достар. Құрамы да өте қарапайым. Мінекей жақсылап араластырып алғаннан кейін жылы сүтімізді құямыз. Бөлме температурасында болу керек, сүт мұздай болмасын. Және де сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды илеуіштен өткізіп алып, үстіп саламыз. Және де араластырмай тұрып, бірінші үстіне бір чайный ложка разрыхителімізді ұнның үстіне салып аламыз. Немесе үкіштен илеуіштен өткізген кезде ішіне салып жіберсеңіздерге болады. Мен осылай араластырып алдым. Венчиктің көмегімен жақсылап тағы да араластырып аламыз. Сұйық болса тағы да кішкене ұн салам. Егер нормальный болса, менде нормальный қоймалжың шықты. Енді формочкаларымызды майлап алғаннан кейін үстіне құйып шығатын болам. Мінекей, енді қызып тұрған пеште жарты сағат пісіріп аламын. Мінекей, менде осындай кекстер шықты. Өте воздушный, өте дәмді болып шықты. Арасы енді айта алмаймын, күшті болып шықты. Мінекей, достар, қараңыздар, басқан кезде басылмай көтеріліп топ-томпақ болып тұр кекстарым. Осы менің рецебім бойынша жасап көріңіздер. Өте қарапайым, шай ішуге өте таптырмайтын рецепт. Тез арада дайын болады. Баршаңызға ас болсын, рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін, достар.